Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге мамықтай жұмсақ үлпілдеген булочкидің рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай, қарапайым. Видеоны толықтай көріңізді сұраймын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа мен құмшекерді жақсылап араластырып аламыз. Сосын жылы сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Ертілген сармайды, біраз қасық сұйық май және тұз бен ашытқыны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын електен өткізілген ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Көтерілген қамырды бөліктерге бөлеміз. Егер қолыңызға қамыр жабысып жатса, қолыңызды сұйық маймен майлап алған дұрыс болады. Әр бөлікті жайып, ішіне вареная сгущенка салдым. Начинкасына кез келген джем, варенье болсын салсаңыздар болады. Ештеңе салмасаңыздар да булочки сөзсіз өте дәмді болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Барлық булочкаларымызды тапаға салып, бетіне жұмыртқаны жағамыз. Қалауларыңыз бойынша мак сепсеңіздер болады. Пеште 200 градуста 30-35 минутта пісіп шығады. Мінеки, үлпілдеген жұмсақ тәтті булочкаларымыз дайын. Дәмі тіл үйіреді. Менің балаларымның пісе сала тауысып қоятын, сүйіп жейтін тәтті булочкаларымен таныс болдыңыздар. Сіздер де отбасыларыңызға мамықтай жұмсақ булочки жасап беріп қуантыңыздар. Назарларыңызға рахмет, ас болсын. Еңбегімді лайк басып, комментарияға өз пікіріңізді жазу арқылы бағалап кетсеңіз қуанып қалар едім. Келесі видеода кездескенше.